өйткені өз қадірімізді өзіміз білеміз деп, жаңа менің білуіміз керек деп Нұрлан інім айтқандай, өзіміздің асылдарымызды асқақтатпасақ, өзгенің биіктігінен қандай жақсылық көреміз. Ұлттығы, оның ұйып тұрған керемет татулығы мен бауырмашылдығы біздің қазағымыздан асқан елді жоқ шығар деп ойлаймын. Кейде сол аңғалдығымыздан, аңғаулығымыздан өз асылымызды кезінде байқамай өткізіп алып, кейін шынтақ шайнайтында жақсы емес қасиетіміз бар. Сондықтан бүгін біз Айсұлу ақындай қаны тасыған ұлттық намысы атойы салып жүретін және одан ешқашан бұқпаған, назарын пәс қылмаған, ұлтым үшін, елім үшін, қазағым деп әлі күнге дейін атой салып жүрген, неше түрлі жиындарда төбе көрсетіп, аталы сөз айтып жүрген ақынымыздың бүгінгі күнінде мерейін асырғандығы шүкірлік ететін жағдай. Құтты болсын. Бүгінгі кештің сценарийін жазған авторға да ризашылығым мол. Айсұлу ақынның өлеңдерімен қоса оның қоғам қайраткерлігі, кейбір ер жігітке берілмес батырлығының бар екендігін айтқандығы өте орынды. Кешегі желтоқсан көтерілісінде де қазақтың қаракөз қыздары атой салып, алаңға шыққанда соны көріп шыдай алмаған жау жүрек жігіттер де қаншама қанға боялды. Сонда ортада шырылдап жүрген қазақтың қаракөз қыздары еді. Құдайға шүкір, жаны нәзік болса да, жүрегі алғыр, батыл, ұлтжанды қыздарымыздың барлығына шүкірлік. Осындай қыздарымыздан ертең олар ана болады, ол анадан қайтпас қайсар жігіттер дүниеге келеді, батырлар шығады. Бауыржан Момышұлы сияқты қайсарлықты көрсете білетін сол қазақтың ұлдары мен қыздары болғай. Қайсы бір кездерде қалдып кеткен тұстарымыз да болды. Қанымызды сұйылтып, анамыздың ақ сүтін ерітіп, ірітіп жіберген кезіміз болды. Өтті кетті. Енді түгенделуіміз керек. Ұлыларымыз мақтауымыз керек. Қымбаттарымызды арзандатпауымыз керек. Арзанға көңіл бөлмеуіміз керек. Өзімізді өзіміз биік кеткенде біз ылғи да биікте жүретін шығар деп ойлаймыз. Бүгін мен қара домбыраны алып шықтым. Ол мені осы домбырамен халық алдына ән айтып шығуға алғаш себеп болған Айсұлу ақынның сөзіне жазылған Темірәлі Бақтыгереевтің «Барып қайт балам ауылға» деген ән екенін. Бозбала болып, жігіт болып, әр жерде отырыстарда біздің ұрпақтың тілімен айтқанда бешірлерде ән айттық қой, анау мынау деп. Бірақ мынау әнге кезіккенде менің ұлтжандылығым оянып, қаным тасып, кешегіммен бүгініме алаңдайтын сезімдер пайда болды және ертеңімді көбірек уайымдайтын болдым. Ол тек қана қиын кезде шетке шығып кеткен, шашырап кеткен бауырларымыздың отанына оралу ғана емес, өз аспанымызда жүріп, өз елімізде жүріп, өз қадірімізді білмейтін бір қиындау жағдайға теп болғанымыз қиынды. Ол хақ. Кеше бір сөздерде осы өңірде Жайықтың жағасында 18% қазақ болды. Мынау Қызылжарда 7% қазақ болды. Санамалай-ақ қой, бірақ дегенмен де
Өзгенің өңмеңдеп кіруінен біздің ұяңдығымыздың арқасында кейде басымызда шыққан жағдайлар болғаны хақ. Төбе көрсетейік, пәс болмайық. Айсұлудай ақындарымыз бар, жұбандай батырларымыз бар, қадырдай ақылмандарымыз бар. Ендеше солардың жылап өткен, жырлап өткен жырларыменен ертеңімізді еселете түсейік. Ертеңімізге шетіспесін ағайын, аман болайық. Өргелегелер бір жақтың азаматтары, намысты соның көкірегінде жанып қай. Барып қай балам, ауылға иесі келер жоқ әлемейді айдалама. Арала бәрін қалдырмай жанын арала. Шомыла барсаң байқарсың күміс көлігі. Іздерің жатқан секілді менің жағада. Арала бәрін орман ба тау ба далада. Сұрайтын едім жайлауды, сығанам үшін бір оты сонда байлауды. Аңқылдап келіп арғымақ тартар ағайын, алтынды жерлі ер-тұрмандар сайлауды. Жайлауды қайтарсың өзің, көзіңмен көріп жайлауды. Ауылым жайлы қиялыңменен елерсің, айналып шында ғажайып күйге енерсің. Атаң мен марқұм бабаңның соңғы бейіті, соңы кел қалқым елемей кетті-ау демесін. Соға кел қалқам елемей кетті-ау демесін. Басына барсаң тұсау кетпей ерті бар, қасына балам жөн білер ерті бар. Атымнан менің топырақ таста иелеп, әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар. Әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар. Ертелі кешті қуалай бермей ойынды, бір ұмытылған арманға жүрді ойынды. Біз жақтың қызы ималы келер құлын, жар жетім жаным жанарын шоқ боп тарылды.